Сәлем достар, сіздермен Таным Ленд каналыма лайк басып, тіркеліп және комментарий жаза отырыңыздар. Бүгін Жайдары жаздың ерекше күні. Себебі Аяжанның туған күні. Ауылдағы атасы мен әжесі оның туған күніне ақшалай сыйлық жасайды. Бірақ ол ойланбастан ата-әжесінің берген ақшасын жоюды дұрыс деп санап, бірден дүкенге барады. Бәрі сондай керемет. Не алсам екен? Аяжан, мен мұнда тұрмын. Мені алсаң, үйге барып бірге ойнаймыз. Көңілді болады. Бізді қарашы, қандай түрлі түстіміз. Бізді алып, аузыңды тәтті қыл. Сенсіз біз де көңілсізбіз. Қыздар әдемі киінуі керек. Мені кисең, бәрі саған қызыға қарайды. Мені ал, маған жарасасың. Аяжан әмиянға қарамай ойыншықтар мен тәттілерді алады. Ура, сен дұрыс шешім жасадың. Бізбен тәтті өмір күтіп тұр. Бірақ енді басқа ештеңе ала алмайсың. Ха-ха. Кенет кассада сатушы ақша сұрағанда, Аяжан ақшасының өтіп қалғанын байқайды. Ой, сен есептемеген сияқтысың. Сенің ақшаларың қоштасып кетті. Аяжан қолындағы бос әмиянға қарап өкініп қалады. Осылайша ол үйіне келіп, кешкісін бөлмесінде ойланып отыр. Бір кезде үстелдегі тиындар мен банкноттар сөйлей бастайды. Мені үнемі ұсақ ақша деп менсінбейді, жерге тастап кетеді. Бірақ аздан көп құралады, білесіңдер ме? Ең болмаса бір рет банкоматтың ішіне кіріп көргім келеді. Бәрібір ең маңыздысы менмін. Мен болсам үлкен саудаға жараймын. Менімен қалағаныңды сатып аласың. Бірақ дұрыс пайдаланбасаң, көзді ашып жұмғанша жоқ болып кетемін. Ой, сендер үнемі мақтанасыңдар. Бұрын карта болмағанда мен де маңызды болған едім. Ішімде ақша тұрғанда бәрі мені жақсы көреді. Ал босап қалсам, сөреге лақтырып кетеді. Қазір көп адам мені қолданады. Ақша үлкен күш. Ол өмірді жеңілдетеді. Бірақ дұрыс қолданбасаң, қиындыққа ұрындырады. Менің ішімде сақталған ақша көбейеді. Ең жақсысы ақшаның бір бөлігін жинақтауға үйрену. Үнемдеу табысты болудың басты сыры. Мен сенің ақшаңды көбейте аламын. Бірақ сен ақылмен басқармасаң, өзіңді қарызға батыра аламын. Бірақ сендер білесіңдер ме, ақшадан да құнды нәрселер бар. Аяжан ойланып қалады. Бір кезде кітап сөзіне араласады. Балалар, ақша таусылады, бірақ білім мәңгі қалады. Егер сен қаржылық сауатты болсаң, ақша сені билемейді. Керісінше, сен ақшаны басқарасың. Ал егер оған байланып қалсаң, жүрегің суып кетеді. Ақша маңызды, бірақ мейірім мен жақсылық бәрінен биік. Байлық жүрегіңді таза болғанда ғана шын мәнінде құнды болады. Өміріңдегі ең қымбат нәрселер мүлде басқа. Достық, отбасың, мейірімділік – бұлар сенің нағыз байлығың. Өмірде сатып ала алмайтын нәрселер бар. Олар ата-ананың мейірімі. Олар сен үшін бәрін жасайды. Бірақ олардың махаббатын ақшаға сатып ала алмайсың. Шынайы достық. Сенің қасыңда ақша үшін емес, шын көңілмен болатын адамдар қымбат. Білім. Байлық жоғалуы мүмкін, бірақ алған білімің өмір бойы сенімен бірге қалады. Денсаулық ең қымбат байлық. Ақша емдеуге көмектеседі, бірақ денсаулықты сатып алу мүмкін емес. Ар-намыс пен адалдық. Егер сен тек қана ақша үшін өмір сүрсең, шынайы сенім мен адамгершіліктен айырылып қалуы мүмкін. Есіңде болсын, ақша өмірдің негізгі мәні емес, ол тек құрал. Егер сен тек ақшаға байланып қалсаң, адамгершілігіңді ұмытып кетуі мүмкін. Ақылды адам байлыққа емес, рухани құндылықтарға мән береді. Балалар, мені тыңдаңдар. Алдымен ақшаны қажетті заттарға жұмсау керек. Қалғанын кейінгі армандарыңа жина және үнемде. Ақшаның бір бөлігін жинауды ұмытпа, бірақ сараң болма. Басқаларға да көмектесуді үйрен. Ақшаны менің ішімде сақтасаң, ол көбейе бастайды. Сонда ол сенің болашағыңа жұмыс істейтін болады. Келесіде ақшаны бірден жұмсамас бұрын жоспар құрып ал. Рахмет достар, мен енді ақшаны тек ойыншықтарға емес, білімге, болашағыма да жұмсаймын. Жарайсың, Аяжан. Енді сен тек бай емес, дана адам боласың. Міне достар, ақша біздің өміріміздің бір бөлігі. Ол бізге мүмкіндіктер береді, арманымызды орындауға көмектеседі. Бірақ ең бастысы оны дұрыс басқару. Ең үлкен байлық білім мен адамгершілік.